кеш ханымдар мен мырзалар, қадірменді спорт сүйер қауым, тікелей эфирде Найза 67 турнирінің көз түйістіру рәсімі. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум! Құрметті қадымдар мен мырзалар, біз турниріміздің барлық серіктестеріне, титулдық серіктес Олимпет, ресми серіктестері Gorilla Energy, Darlin, Saura Water және серіктестеріміз Sport Plus Қазақстан, BTV және Кинопаркқа өз алғысымызды білдіреміз. Сонымен көз түйістіру рәсімін бастамас бұрын ортаға Найза лигасының президенті Нұрбек Қарабалан шақырамыз. Сонымен қадымдар мен мырзалар, турниріміздің алғашқы жекпе-жегі аса жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, first fight in bantamweight division. Introducing, fighting out of the blue corner from Kazansay, Uzbekistan. Қарсы алыңыздар, Батыржан Абдусамиев! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner from Jalalabad, Kyrgyzstan, Amantur Bebitov. Сонымен әрі қарай жалғастырамыз. Турниріміздің келесі жекпе-жегі ауыр салмақта өтеді. The next fight in heavyweight division. Introducing, fighting out of the blue corner from Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Батырхан Көшев! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner from Kazansay, Uzbekistan, Бахтияр Халилов! Келесі жекпе-жек ең жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in flyweight division. Introducing, fighting out of the blue corner from Орал, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Мұхаммедали Кенжебаев! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner from Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Бағдат Жұмабаев! Қадымдар мен мырзалар, келесі жекпе-жек ең жеңіл салмақта өтеді. The next fight in flyweight division. Introducing, fighting out of the blue corner from Атырау, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Бердібек Сиражев! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner from Sikkim, India, Bishal Sahu! Сонымен турниріміздің 5-ші жекпе-жегі жартылай жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in featherweight division. Introducing, fighting out of the blue corner from Samarkand, Uzbekistan, қарсы алыңыздар, Олим Тилаев! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner from Атырау, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Шыңғыс Камал!
келесі жекпе-жек жартылай жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in featherweight division. Introducing fighting out of the blue corner from Gregorsk, Russia, Akram Alayev. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner from Novosibirsk, Russia, Valery Gusarov. Жалғастырамыз турниріміздің келесі жекпе-жегі ауыр салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in heavyweight division. Introducing fighting out of the blue corner from Samarkand, Uzbekistan, Ikhtiyor Murtazayev. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner from Taraz, Kazakhstan, қарсы алыңыздар, Бекжан Бакиров. Ассалаумалейкум, құрметті достар. Бекжан бауырым, мына кезекті жекпе-жегіңе Найза лигада шығып жатсың. Мен естіген бойынша сен оның алдында жүк тасушы, доставкада жұмыс жасадың. Әлі жасап жатсың ба? Жалпы жүк тасушылар біраз ақша табады дейді. Шын ба сол? 20 мың теңге күніне. Күніне ма? Күніне 20 мың теңге. Жаман емес, бірақ біраз еңбек, Азаннан кешкен сағат 7-тен кешкі 10-ға дейін ғой. Красавчик. Ал енді өзіңе осы төбелес жақсы ма, жүк тасу жақсы ма? Төбелес қой, всегда. Ертең не істейсің? Қолымнан не келеді, до конца бәрін істеймін. Перед ету. Керемет. Ассалаумалейкум бауырым. Қалың қалай? Саламалейкум. Казахстан, саламалейкум. Ертең не күтеміз сіздердің жекпе-жектеріңізден? Қандай жекпе-жек болады? Құда қаласа зор бой болады, құда қаласа Адуши, құда қаласа Найзадағы номер 1 бой болады. Құда қаласа. Ертең сағат 5-те бастаймыз. Жібере алмаңыздар, мына екі жекпе-жек өте мықты жекпе-жек болу керек. Сонымен хандар мен мырзалар, біз әрі қарай жалғастырамыз. Турниріміздің келесі жекпе-жегі жартылай жеңіл салмақта өтеді. The next fight in featherweight division. Introducing fighting out of the blue corner from Tashkent, Uzbekistan. Қарсы алыңыздар, Dilshod Isokov. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner from Gulja, China, Еділ Оразбекұлы. Еділ, сен, мен естігенше Тайлақпен бірге бір залда дайындаласыңдар кетеді, да? Иә, біз бала күнімізден бірге өстік. Тайлақтың шәкіртісің деп айту ола ма? Жоқ. Досы ма? Иә, сенде мен естіген бір-екі ауыз сөзің бар айтуға, соған микрофон өзінде. Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум Алматы. Мен өзім қандас бауырларыңыз Еділ болам. Енді асықпай танып аласыздар. Осы жекпе-жекті асыға күттім, өйткені менің Қазақстанда жекпе-жек өткізу бұрыннан бері арманым болған. Жарысқа бір күн қалған кезде, мына бауырым, өзбек бауырым,
менімен шықты. Рахмет саған. Осы спортта өзім жетістіктерім бұрында бар, бірақ енді Қазақстанда басталды. Енді көрсетем. Құдай қаласа, ертең тартымды жекпе-жек болады. Балуаншолақта бірге болайық. Керемет. Мына өзбек бауырымызға да бір сөз беріп жіберейін. Түсінесің ба мені? Сен жаңа шыққан кезде жүгіріп шықтың. Ертең жекпе-жекке асығып жатқан сияқтысың ғой да? Не істейсің ертең жекпе-жекте? Ertaga jekpejekda chiroyli bo'y istayman. Men bir kun qolganda bo'yi qabul qildim. Inshaalloh, любой положение, alhamdulillah, я готов. Керемет, қол алсамыз. Сонымен қандар мен мырзалар, турниріміздің келесі жекпе-жегі орта салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in middleweight division. Introducing, fighting out of the blue corner. From Buvayda, Uzbekistan, қарсы алыңыздар, Абдурауф Рахмонов! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы, his opponent, fighting out of the red corner. From Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Асан Казахский борц Султанов! Асан, последний раз я тебя видел в Ахтубе, да? После этого у тебя 2 попытки были подраться, что-то не так пошло. Вот сейчас ты сегодня стоишь в октагоне, я смотрю, соперник твой заряжен, и ты что-то обещаешь. Расскажи про это. Всем ассаламу алейкум, казах эле. Хотел бы сказать, я 2 боя не смог выйти, потому что я перенес операцию. Сейчас я заряжен, без травмы. Я вас всех обрадую завтра нокаутом, обещаю. Постараюсь все сделать в первом раунде. Я сейчас конкретно заряженный. Иншаллах, завтра увидимся. Короче, что ждать твоим болельщикам, это нокаут в первом раунде, да? Иншаллах, нокаут в первом раунде. Все, переходим к твоему сопернику. Сен осымен 4-ші баласың ғой Өзбекстаннан шығып жатқан да очерге. Қалай, мына мен түсінгенімше енді қарсылас ауысуына байланысты сен заменаға шықтың, дұрыс па? Асанның жекпе-жектерін көрдің ба бұрын? Көрдім. 1-2 жекпе-жегін көрдің ба? Жеңе алам деп ойлайсың ба? Иншалла. Енді әрине Қазақстанда Асанға бәрі жанкүйер болады. Сенде Өзбекстанда армия фанаттарың бар, жоқ болса да осы жекпе-жекте пайда болады. Неге десең, мына жерде біраз өзбек бауырларымыз бар, көрсетеді. Соларға не айтасың, не уәде бересің ертеңге? Ассаламу алейкум, қазақ елі. Ertaga inshaalloh zrelishni bo'y qilamiz. Raqibim senga ham omad tilayman. Inshaalloh bu ham niyatiga yetsin. Жоқ, сен өзбек фанаттарыңа айт, олар бәрі көреді ғой. Сен соларға айт, не айтасың? O'zbek fanatlariga Alloh bilguvchi. Bo'ldi, boshqa hech narsa demayman. Inshaalloh ertaga zrelishni bo'y qilamiz. Бұл сені бірінші раундта құлатам деп жатыр, оған не айтасың? Bunaqangi ko'p gapiradiganlarni ko'pini ko'rganmiz. Любой время, любой боецка я готов. Керемет. Сонымен қандар мен мырзалар, біз әрі қарай жалғастырамыз. Турниріміздің келесі жекпе-жегі жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in lightweight division. Introducing, fighting out of the blue corner. From Tabriz, Иран, қарсы алыңыздар, Asghari Kalan Davud! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent, fighting out of the red corner. From Алматы, Қазақстан, ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар, Дәулет Көкжал Өсербай!
Дәулет, осымен екінші ирандық спортшы сенімен келісейін деп жатқанда, қателеспесем. иә екінші. Енді қарсыласыңа қарасам, жаңа бір-екі соққысы үстіме тиіп кетті. Осал емес екен түсініп тұр. Дайындық қалай, жалпы настрой қалай? Қарсылас заряжен, бірақ біз ондайға қарамаймыз. Бұйырса ертең қанды жекпе-жек көрсетеміз. Бұйырса келіңіздер, енді газовой етіп жатыр ғой, ертең орнына қоятын боламыз. Керемет, өкінішке орай. Иран фанат talk. ایران تبریزدن همیا سلام عرض ایرم. من ترکم، تیم یوسفیدن gelmişim bura. هنر رزمی حالان işlemişim. Ustad Profesör Melek Cahani, İsmail Melek Cahani getirmişim burada arziye getirem halanı. Halka! Hop! Сонымен ханымдар мен мырзалар, Найза 67 турнирі co-main event ең жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, this is co-main event of the evening is in the flyweight division. Introducing, fighting out of the blue corner from Santa Cruz do Capibaribe, Brazil, Murilo Chacal da Silva. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner from Алматы, Қазақстан. Ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Қазыбек Флэш Саға! Казбек, на пару слов. Расскажи, какие ощущения, возвращаешься в 57 килограммов, серьезный соперник из Бразилии, насколько заряжен? Вижу, соперник заряжен. Я безгранично благодарен, что он приехал сюда. Завтра мы разделим этот октагон. Я ужасно соскучился по своему делу. Скучал за эти годы. Завтра не пропустите ни одну секунду, ни один момент. Просто завтра не моргайте. Завтра я обещаю показать шикарнейшую скорость, флэш в деле. Ну и давай еще один вопрос. Завтра кому пристальней смотреть твой бой? Диасу Ирингаипову или Багдату Жубанышу? Я думаю, им нужно будет сесть, взяться за ручки и за телевизором оба, чтобы смотрели этот бой. Чтобы наслаждались мной. Окей, спасибо. Удачи. С английским трудно? Да. Окей. What you say your fans tomorrow? É prazer para mim estar aqui, tá bom, em Umate. É prazer para mim estar na Izan Fight Championship. Né? E eu espero fazer a melhor luta da noite amanhã, né? The best of fight night. Обещает показать лучший бой вечера. Удачи. Сонымен ханымдар мен мырзалар, Найза 67 турнирі кештің басты жекпе-жегі жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the main fight of the evening is in the lightweight division. Introducing, fighting out of the blue corner from Астана, Қазақстан. Ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Жасұлан Әкімжан! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner from Bordeaux, France. Please welcome Jason Bonnet!
Рядом со мной Жасулан Акимжан. Жасулан, насколько важный этот реванш и что сейчас увидел в глазах Джейсона? Я увидел у него только страх. Это длился. Этот бой я хотел уже месяцев 9. Точно прошло после последнего боя нашего. И каждый день я думал и мечтал, как я буду здесь его избивать все 3 раунда. А что изменилось все-таки с прошлого боя? Можно ли сказать, что в этот раз ты на 100% готов и мы увидим совсем другую картину боя? Вы в этот раз увидите настоящий казахский характер. Жасулан Акимжан. Ассалаумалейкум, барша қазақ елі, алматылықтар, ертең балуан шолақта мен сіздерді күтемін, сіздерге үлкен керемет шоу бой көрсетуге уәде беремін, және нағыз қазақтың намысшыл жігіттері қандай болатынын көрсетем. Қоянды қамыс, жігітті намыс өлтіреді. Ассалаумалейкум. Jason, about your feeling. Hi guys, hi Kazakhstan, hi Neza. I'm so glad to be here again, and I want to do like 2 victories against this guy. So that's why I came all along from Phuket to beat him again. Джейсон прилетел с Пхукета, с Таиланда, чтобы побить во второй раз Жасулана. Только что он сказал. What do you see in his eyes when you stare down? When I sat down with him, I see like determination, but you know, I'm more determined this time too, you know, and I want to prove here, this is my home too. Thank you, Jason Panet. Сонымен ханымдар мен мырзалар, Найза 67 турнирінің көз түйістіру рәсімі өз мәресіне жетті. Ертең баршаларыңызды Балуан Шолақ спорт кешенінде 17:00-де күтеміз. Жекпе-жектер кешінде жолыққанша.